Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қамырдағы шұжықтардың ең оңай жасалу жолымен бөлісетін болам. Алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құйып аламыз. Сүт міндетті түрде жылы болсын. 2 шай қасық ашытқы саламыз. Ашытқымыз жақсы реакцияға түсу үшін 1 шай қасық қант қосамыз. Және жақсылап араластырамыз. Араластырып 10 минутқа қойып қоямыз. Мінекей ашытқымыз сәл көтерілді. Енді ерітілген сары май. Сары майдың пайызы маңызды емес. 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз саламыз және тағы жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болдық. Енді ұнды саламыз. Ұнның барлығын бірден саламыз. Жақсылап қамыр илейміз. Қолымызбен жақсылап қамыр илеп, қамырымызды 1-1,5 сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Мінекей қамырымыз ашып дайын болды. Үстінен 1 рет осылай басып қоямыз. Аздаған ұн сеуіп, қамырымызды жақсылап бөліктерге бөліп аламыз. Орташа көлемде барлығын бөліп шығамыз. Мінекей достар, осылай осынша көлемде барлығын түгел бөліп аламыз. Ал достар, бізге ешқандай оқтаудың да қажеті жоқ. Қолымызбен осылай жайып шығамыз. Қолдың көмегімен мінекей осылай домалатып, үстінен 1-2 басып, шұжығымызды ораймыз. Мінекей шұжығымызды осылай шетінен орап шығамыз. Ешқандай да қиындығы жоқ, өте оңай, тез дайын болады. Мінекей орап шықтық. Барлығын осылай қолымыздың көмегімен жақсылап, қолымыздың үстімен 1-2 рет осылай басып шығамыз. Және де шұжығымызды шетін қатты басып, мінекей осындай барлығын осылай жасап шығамыз. 2 шетін жақсылап біріктіреміз, қамырымыз ашылып кетпес үшін. Қамыры да өте оңай әрі дәмді шығады, тез дайын болады. Ешқандай қиындықсыз жасалатын қамырдағы шұжықтар. Шетін біріктіріп қоямыз.
Достар, видео ұнап жатса, пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Барлық қажетті ингредиенттерді төменге описанияға жазып қалдырамын. Балалардың сүйіп жейтін асы десем де болады, тіпті үлкендерде сүйіп жейтіні анық. Үйдегілерге жасап беріп, сіздер де үй үшін қуантып қойыңыздар. Жетінің барлығын жақсылап біріктіреміз. Мінекей дайын болды. Барлығын түгел осылай жасап шығамыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, бетіне жұмыртқаның сары уысын жағып шығамыз. Достар, тағы да бір айта кететін жайт, шұжықтарды таңдағанда сапалы шұжықтарды қолданғандарыңыз дұрыс. Мінекей барлығына жағып болдық. Енді бетіне аздаған күнжіт сеуіп қоямыз. Күнжіт сеуі міндетті емес. Әсемдік үшін сеуіп қойсаңыздар болады. Пешімізді алдын ала қыздырып, дайындап қоямыз. Міндетті түрде қызған пешке жібереміз. Қызарып, піскенше, дайын болғанша пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің қамырдағы шұжықтарымыз дайын болды. Сіздер де жасап, дайындап көріңіздер. Видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып қоюды ұмытпаңыз.